Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Канапина Құралай, және де бүгінгі видеода мен сіздерге Простамак деген бальзам жайлы айтқым келеді. Простамак бұл біздің Бальзамы Короткова компаниясының өнімінің бірі. Бұл Простамак қабынуға қарсы, ісінуге қарсы өзінің функцияларын атқарады. Негізі Андрей Васильевич Коротковтың айтуы бойынша Простамак иммунитетті өте жақсы көтереді. Және де сонымен қатар әйелдердің және еркектердің жыныстық ауруларын жоюға септігін тигізеді. Ер адамдарда ол простатит, аденома, предстательной железы дейді ғой, сондай диагноздар кезінде осы бальзамды қолдануға болады. Әйелдердің жыныстық аурулары, жатырдың ісінуі, аналық безінің кистасы, жатыр миомасы, аднексит, жатыр мойнының эрозиясы, қуық безінің аденомасы атты аурулар кезінде қолданылатын бальзам. Және де ол несеп шығарудың бұзылуын қадағалайды. Цистит, жаңағы несеп шығару жолдарының әртүрлі ауруларына өте жақсы әсерін тигізеді. Сонымен қатар жүрек, қан тамыр сырқаттарының профилактикасын жасайды. Жаңағы айтып кеткендей, бұл қабынуға және ісінуге қарсы әрекеті бар бальзам. Потенцияның артуына әсер етеді. Ер адамдардың несеп қуығын босатудың түнгі ынтықтың көлемін, несеп шығарудың бақыланбайтын ынтығын азайтады. Несеп қуығын толық емес босату сезімін жояды. Бұл ер адамдарға байланысты. Простатит кезінде түнде мысалы бірнеше рет тұрып, кіші дәретке бара алмайтын жағдайларға жетіп жатады ер адамдар. Сондай ауруларға қарсы бальзам. Ұзақ уақыт бойы қолдану кезінде бұл қандағы липидтердің мөлшерін азайтады. Және де ағзаның қорғаныс жүйелерін арттырады. Бұны жаңағы Андрей Васильевич айтқандай, иммунитетті көтеру үшін де қолдануға болады. Балаларға да қолдануға болады. Сонымен қатар бұның қолдануында шамалы бір назар аударатын жайлар бар. Себебі әйелдердің жаңағы щитовидная железа дейді ғой, осы щитовидканың ауруларына байланысты гиперфункциясы бар, гипофункциясы бар щитовидканың, жаңағы щитовидная железаның. Соған байланысты ішу жолдары шамалы өзіне қарама-қайшы. Сол бойынша сұрақтарыңыз болса, маған жазып WhatsApp арқылы немесе қоңырау арқылы толық кеңес ала аласыздар. Ер адамдарға бұны түнде жатарда 2 капсуладан ішуге болады. Және де әйел адамдарға да сол жатарда 2 капсуласын ішіп жатуға болады. Немесе жаңағы щитовидканың аурулары кезінде оның ішуі басқаша, дозировкалары басқаша болады. Оны толық консультацияда біле аласыздар. Осы Простамак бальзамын Андрей Васильевичтің айтуы бойынша 1 жыл үзбей ішетін болса, әр адам әртүрлі созылмалы аурулардан арылуға көмектеседі. Хронический заболевание дейді ғой, сол хронический аурулардан барлығынан толық айығуға болады. Сонымен менің ақпаратым осымен аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.